Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз ет пен пирог жасайтын боламыз. Бізге керегі бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз және қаймақ, бөлме температурасындағы сары май араластырып аламыз. Артына разрыхлитель қосып, оның артынан ұнымызды сеуіп, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр илену керек. Салафанға салып 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Және начинкасына ұсақтап туралған ет, майдалап туралған пияз және картошка салдым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және жарты кесе сумай құямыз. Ет, картошка, пиязды жақсылап араластырып алып, енді нанды дайындауға кірісеміз. Нанды бір жағын үлкен етіп, бір жағын кішірек етіп бөліп аламыз. Және жабысып қалмас үшін үстінен ұн сеуіп, оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Нанымызды жайып болғаннан кейін духовканың табасын майлап саламыз. Екінші қамырымызды да жұқалап жайып аламыз. Бірінші жайылған қамырдың үстіне начинкамызды салып жайып аламыз. Үстінен екінші жайылған қамырды слайынан қоятын боламыз. Екі қамырдың шет жақтарын біріктіріп, қаламұшқа сәндеп шығасыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, қаламұшқа күнжіт себесіз. градуста 40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне ет пен пирогымыз дайын болды. Столға қойып едім, бірден желініп кетті. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.